Бір күні әкем екеуміз базар аралап жүрген кезде жездем хабарласты. Қарындасыңызбен тұра алмаймын, келіңіз деп. Мен барлығын естіп тұрмын. Әкем тыңдап тұр. Жездем әкеме әпкемді жамандай бастады. Әкем, тоқта, мен қазір барамын, сонда айтарсың, деп соткасын сөндіре салды. Маған үйге қайта бересің бе деген еді. Мен сізбен бірге барамын деп ере кеттім. Жездемнің үйіне келдік. Ұрыс болған үй белгілі ғой. Әкем отыра бермей жатып, қарындасы жылап шағына бастап еді. Сен қоя тұр, күйеу балаң әңгімесін тыңдай деп келдім, деді. Жездем, әліге өзіңіз білесіз ғой, жұмыс жоқ, жұмыс істемейсің деп сөйлейді. Осы күні аузына келгенін айтады. Базарға барып сауда жасап ақша тапқан міндет етеді маған. Мен үйде қарап отқан ештеңем жоқ қой. Үйді жинап, тамақ істеп, ыдыстарды жуып отырмын. Әкем қолын көтеріп қалды. Тоқта, неге қатын істейтін тірлік жасауың керек? Еркек деген таңертең кетіп жұмысқа, кешке келу керек. Жума ыдысты, жинама үйді. Осыларды асырау сенің еркектік міндетің. Қазір сен екеуіңнің міндеттерің ауысып кетіпті. Соған орай қатынның да тілі шыға бастаған. Бұл сен осылай отыра берсең, үдей береді. Есіңде болсын, әйелдің тапқан нанын жеген еркектің кірген шыққан сайын маңдайшаға тиеді. Еңсеңді көтеріп, ана ұлыңа үлгі болып кір. Тамағын тауып, әкеліп, тамақ дайын ба, тамақ дайын емес па деп сұрау сенің міндетің. Базар әйелдің тілін шығарады. Өйткені әйелің ол жерде күнделікті нәпақасын табу үшін жан жағындағылармен, еркектермен де бәсекеге түсуіне тура келеді. Әйел ашынады. Ашынған адам ешкімге де аямайды. Оның да бөтен әйелдердей күйеуім әперді деп көйлек киюге мақтануы керек емес пе? Арба айдасаң да отбасыңды өзің бағуың керек. Мүгедек болсаң түсінер едім. Сап-сау еркектің бұндай әңгіме айтқан жарамайды. Ажырасу оңай ма? 3 балаңды мақұл әкетермін, өсірермін. Бірақ есіңде болсын. Маған бөтен болмағанмен менің балаларымның таяғын жеп, солардың түртпектеуімен жалтақ болып өседі. Кісі есігінде жүрген бала қорғаншақ болады. Жетімнің қарны тоймас деп атам қазақ біліп айтқан. Менің май бергенім сенің су бергеніңе татымас. Қазір ақырғы сөзімді айт. Қарындасым, сен ұрды деп қанша жылап келгенде орталарыңа түспедім. Өзің шақырғасын келдім. Бір туған бауырым, үнемі ажырасамын деп келгенде қайтып жіберетін едім. Бірақ осының жылап келгені маған оңай дейсің бе? Әке шешеден ертерек қалды. Өлер алдында апам осыны маған аманаттаған еді. Үй болып кетсін деп қана үндемей жүрмін. Бұл маған анау өз қызымнан да жақын. Оқып жүргеніңде әкетіп, оқытпай қойдың. Енді не дейсің? Өзің айт. Әкет десең, тұра алмаймын десең, қазір әкетем. Бірақ мен бір әкеткесін қайтып жібермеймін, біліп қой. Бұлай жүре берсең, ертең өз балаларыңа да қадірің қалмайды. Анасы сыйламаған әкені бала-шаға сыйлайды деп ойлайсың ба өзің? Сен қызда ойлан, тіліңді қысқарт. Бүгін кетсең қайтып келмейсің, білдің бе? Қалсаң қайтып жылап келмейсің. Үйде үнсіздік орнады. Үнсіздікті нағашы деп жүгіріп кірген жиеніміздің даусы бұзды. Маған не әкелдіңіз? Сізбен бірге ауылға кетейінші, деп әкемнің алдына отырған тентекті жүр дүкенге барамыз деп ертіп шығып кеттім. Өмірі еркелетіп, маңдайымыздан да сүймейтін, еш уақытта ешқайсымызға қолын көтермеген, бірақ сұсының өзінен бәріміздің ығыстырып жіберетін. Көп сөйлемейтін әкеме де мақтаныш сезімі өсе түсті. Анам өмірінде жұмыс істеген адам емес. Бір мұғалімдік айлығымен бәрімізді оқытып, күні-түні малмен де айналысып, барлығымызды орын-орнымызға қойып жатқан әкешім қандай мықты едің. Біз дүкеннен келгенде әкем сыртқа шығып, машинамыздың қасында тұр екен. Жездем мен әпкем тамаққа қарасаңыздаршы дегенде қарамай, тентек жиенді өзімізбен ала шығып кеттік. Арада көп ұзамай жездем де жұмысқа тұрды. Әпкем 1 жылдан кейін тағы бір қыз босанып алды. Содан кейін ұрысып жатырмыз деп шақырған емес. Өмір деген сабақ қой. Бұны да бір сабақ деп өзіңізге түйе жүріңіз, қымбатты көрермен.